ол үйден кетіп қалдым. Мектепте, университеттің, колледждің мұғалімдері саған тағы да навязывать ете алмайды. Таңдау өзіңе түседі дағы өте қиын жағдайда тұрсын. Қалтаңдағы шиқ етіп, әртүрлі ақпараттар келіп отқан WhatsApp-тың үнін өшіріп, ана Google уақытша тоқтатып, өміріңнің белгілі бір уақыттарын, сағаттарын сол трансцендентті құндылықтарды өзің оқып, игеріп, жүрегіңе сіңіріп алсаң, мына бәледен құтыласыңдағы сенде перспектива пайда болады. Ары қарап өміріңе жақсы жоспар құрып, қиын, күрделі нәрселер құдіреттің күшімен өзінен өзі бір ізге түседі дағыны айналып кете береді. Олай істемейсің ба, онда қазір артынан не болатынын айтылады. Жібер. Так, мына әжелер әлемі деген жерде сіздер енді соңғы рет бұндай әжені Оралда қажан көргендеріңіз уже мен даже есімде де жоқ. Уже бұлардың бәрі бітті деп ойлаймын. Иә, сіз көрген әжелер. Бұлар 60, 70, 80, 90, 2005 жылдарға дейін соңғылар татты. Осы әжелерді Алматыға, Оралға, Астанаға барып оқып білім алып келген балалары менсінбейтін ауру пайда болған. Біздің апамыздың орысшаға тілі келмейді, орысша оқымаған, баяғы соғыстың кезінде 6 класс білімін алған бұл кісі. Не сұрайсың бұл кісіден деп менсінбейтін. Бұлар документке қолын зорға қояды деп. Сөйтіп бұлар сөйлесе, жаңағы военный деп сөйлесе, апа военный емес деп мазақтап күлетін тұғымыз біз. Военный деп айтыңыз, военный деп айтыңыз. Сөйтіп бұл апаларды менсінбегенбіз. Мені енді апалардың бәрі өліп таусылды. Вот, пожалуйста, приехали бәріміз. Енді өзінің алдында отырған балаң, қызың сені жеп қояйын деп отыр. Және оның дұрыс емес, басқа бір бағытта кетіп баратқан, өмірінің енді бақытсыз болатын сен сезіп біліп тұрсың. Бірақ тоқтатайын десең, сенің қолыңда оны ұстайтын ешқандай тоқтататын құралды ықпалы жоқ, кетті сенің енді шығып кетті ол. Ал мына отырған әжелердің бәрі жалпы тәуелсіздіктің, егемендіктің негізі тірегі осылар. Сіздер Тоқаевқа сенімдісіздер ғой, дипломат елдің тәуелсіздігінің жанында саясатта жауға алдырмайды, ол кісі жеткізіп біледі деген сияқты аңыздар. Кешіріп қоясыздар. Тоқаев мынандай кемпірлерге, апаларға тәуелді. Егер мынандай апалар болмайтын болса, бала шағасын бәрін кішкентай кезінен құлағына осындай құндылықтардың бәрін құйып көкірегіндегі үңірейген апамның бәрін толтырып тастамайтын болса, онда Тоқаев не істейді? Өңшең үйіндегі ақшасын бәрін апарып игровой автоматқа салып, олимпқа салып, бәрін банкрот қылып, казиноға апарып, үйін, мәшинесін түгел тігіп жүрген адамдардың бәрі қаптап кетті мысалға. Тоқтата алмай жатыр, бәрі не істейтіндерін білмейді. Енді сондай деградацияға ұшырап жатқан халықтың сен ол жерде президент болып, ішкі саясат жүргізудің өзі ешқандай мән мағынасы жоқ. Не істейсің ол адамдармен? Ертеңгі жоспар құрмайтын, ертеңгі ұмтылмайтын, енді қолынан ақша түссе сызып беріп, телефоннан олимпқа кіріп алып ойнап отқан адамдармен сен мемлекет құра алмайсың, қолынан келмейді олар. Сондықтан мына әжелердің бәрі отырып алатындағы мына кішкентай 5 жасар, 6 жасар қыздың құлағына құйып жатыр. Ол үйреніп жатыр. Ертең бұл өскеннен кейін мынандай рационалдық жолында демде үйреніп алады, шет тілін демде үйреніп алады. 17-18 жасында бұлар 30-35-ге келгенде гарано, аблано, министр, замминистр болып мемлекетті басқарып отыратын негізінде. Сондықтан мына кісілерден енді жақсы біз түсіндік мына әжелердің рөлі осындай мықты күшті екенін. Енді бұлар жоқ. Енді әжені қайдан табамыз деген сұрақ шығады, практикалық сұрақ. Оның қорқатын түгі де жоқ. Жасыңыз 45-тен асты ма, 50-ден асты ма, болды, сіз енді бессмысленный қарттықпен күресті тоқтатасыздар. Бұдан ары тағы да бір витамин ойлап табады, бетінің әжімін жоқ бұл жереді. Тағы да Илон Маск бір дәрі ойлап табады, шашымды түсуді тоқтатады, шашымның ағының бәрі қарайып жібереді деген сияқты далбаса үмітке жегіле алмайсыздар. Сіздер апа болуға көндігесіздер, басқа жол жоқ. Көндіксең, онда бұл бәріміз құтыламызына бәледен. Көндікпей ары қарап витамин, ерзақтан ерзақ, гербалайттан қоймай шұқылай беретін болсаң, онда бітті шаруаң. Онда балаңды да құртасың, өзің де айын жерден кетіп қаласың. Сондықтан жасыңа қарайсың, 45-тен астың ба, болды. Көндігесін дағына, қисса сүләмбен аласың, мың сұрақты аласың, соның ішіндегі әңгімелерді сіңіруге, екінші бір жерге барғанда айтуға дағдыланасың. Басында қатал жаңағы нигилистердің тарапынан бәрі ешқандай кері жоқ деп есептейтін қос кеуде адамдардың тарапынан қысымға ұшырайтындарыңызға сенімді болыңыздар. Біраз мазаққа ұшырайтындарыңызға дайын болыңыздар. Психологиялық тұрғыдан сен кекетіп, мұқатып, 1 жылда, 2 жылда тірсегіңді шайнайды ол адамдар. Бірақ уақыт өте келе сен олармен ұрса беріп тәжірибе жинап алып, бос сөз, бос әңгімеге жұтылмай өзінің даналыққа қарап сүйреп көкірегін толтыра беретін болсаң, ана қос кеуде тарап жеңіле бастайды. Олардың семьясында проблема, баласы бұрын тарс етіп олимпқа кіреді тағын, 2 миллион, 3 миллион қарыз болып келеді әне жерден. Күйеуі тарс етіп казиноға кіріп кетеді тағын, мәшине жоқ бұл жерде.
бұрқ етіп анам үйіне семьясына проблема шыққан кезде сені мазақтауға, сені тірсегіне шайнауға, сені кекетуге оның шамасы қалмайды. Сосын жылап еңбек төрт аяқтап ойбай пәленше құтқартып келеді. Сол кезде тұрасында таңбайының астына 2 таблетка қиссаны тастап бересің, көзі жанып шыға береді. Көрдіңіздер ғой? Сондықтан мына апамыздың отырып айтып жатқан әңгімесінің бәрі осыған құрылған. Барған жердің бәрінде адамдар 1000 рет естісе де, біздің айттың бауылдан да тыңдадық, аннан да тыңдадық, кітабынан да оқыдық десе де айта беретін біз осы қиссаны бітпейтін себебі сол. Мына апамыз отырып алып баласына айтып жатыр. Міне қазір қыздардың жағдайы Қазақстанда өте қиын. Психологында, анауында, мынауында күйеуіңе бағын, күйеуіңнің разылығын тапты деген уағыздар жан-жақтан бүйтіп қысып келе жатыр ғой. Сосын қыз балаға оқудың қажеті жоқ. Қыз бала күйеуге тиіп бала тапса болды бірдеңе деген қысымда тағы шүйіп келе жатыр анаған. Петля тағылып келе жатыр. Діни уағызшы, надан діншілдер көбейген сайын Қазақстандағы қыз балалардың бағы байлана береді деген сөз. Оны қалай сындырасың сен? Ол өртке өртті қарсы қоясың анаған. Ана надандыққа даналықты қарсы қоясың. Сөйтесің не істейсің? Кемпірдің әңгімесін пайдаланасың. Пайғамбарымыз ұйықтап отырып, біреуге оятып жүрді. Қарсы Жибрил қасында пырақ отыр кетті. Қайда Құдайдың дәрігеріне? Миғражға қонаққа оралды. Кетті тесіп аспанда. Ұшып бара жатыр, қарсы кемпірмен шалып отыр. Мынау адамға тақауына тоқта сөйлем берейік ұят болады. Әкеміз бен шешеміз ұят емес. Өтіп өткен қасына зу өтіп көрмеген сияқты. Келді, пырақтан дік кетіп секіріп түсті. Атасынан 2 метр қана кілт тоқтады. Артқа қарай шегінді, шешесіне сәлем берді. Сәлемін алды. Бар енді атаңа сәлем берді, атасына сәлем берді. О, қалай Мұхаммед деп екеуі хал сұрасып отыр. Шешесі тұрды, оң аяғын тартқызып, табанның астынан сәуленің нұр шыққан бәрін гүл жайнатып жүр. Бұлбұлдар сайрап отыр ана жерде. Оқып мына караматты қара дей беріп, сол аяғын тартқызып, от шықты бәрін өртеп ұшырып әкетіп қалды. Біресе гүлдейді, біресе өртенеді деп Жебірейіл. Біз енді жолға жүреміз, дұға қылыңыз. Жақсы маңдайларын ашып жолдарын жазып болсын, кетті екеуі. Сонда Жебірейіл айтып отырған пайғамбар, сен Құдайдың фазылы сақтады ғой, неге десе. Енді көрмін, әйел айғамды менсінбей екінші сортты сырғанды Құдай ренжіп, әйелді кішіреткенің үшін. Осы сапарды осы жерде тоқтатып, сені үйіме қайтарып жібереді деп айтты. Мен саған бір құпия ашайын ба деп айтты. Енді ел болып өсіп өңгің келеді ме? Иә. Онда сен былай қыл. Еркектердің бәрін жинап ал да, үмбетіндегі бәріне ақыл айт деп айтты. Қандай деді? 3 қыз тапқан әйелді алдыға шығарып жіберді. Төр қойып, құрметтеп. Тұрып та, 3 қыз тапқан әйел болса не істейді? Онда 2 қыз тапқан әйел төбелерін отырғызыңдар. 2 қыз тапқан, онда 1 қыз тапқан бәрін істейсіңдер. Қыз тумаған әйел болса, онда ұл туған әйелді төрге отырғызасыңдар. Тумаған әйел болса, онда ерін күткенде. Күйеуге тимеген қыз болсын, онда өзінің арибасын күткен. Не десең, оды қыз баланы әлпештеп төрге отырғызбайынша, осы мәдениет сендерге сіңбейінше, сендер үмбет болып, ел болып қалыптасып өсіп өлмейсіңдер. Осыны передай привет. Сонымен келеді тағы еркектердің бәрін, жігіттердің бәрін жинап алды. Жігіттер бүгіннен бастап өмір сүру ережесі өзгереді. Қыздар алға қарай кетеді. Осындай қазақша қиссаны мектепте ана әже баласының ол жеткізбей сіңіріп тастаса, болды бітті. Бейсанаға бір рет түсіп кетті ма? Бейсаналы түрде әйел адамды құрметтеу, әйел адамды алдыға шығару, әйел адамды жаңағыдай әлпештеп тұру деген нәрсе ол ұлттық мінезге айналып кетеді. Есейгеннен кейін оған мораль оқып, мынандай жаңағы айтып жатыр ғой кеше. Ойбай Бейсенбаевтар қайдан шығады? Бейсенбаевтар қаяқтан шығады? Сол осыны қисса оқығандардан шықты дейсің бе? Өңшең жаңағы рационалистерден шықты олар. Ойбай ол 5 тіл біледі, ойбай ол 6 тіл біледі, ойбай ол болашақпен оқып келген, ойбай 22 жасында властьқа араласқан. Не болды алты әйел бір ауып шалқасынан сөйтіп мысалы өлді де қалды. Енді оны осы Оралдан сайланған парламент депутаты юрист Абзал Құспанды алып алып заңды күшейтіңдер. Ол Абзал мағазбандай деп мына жынды ма? Заңды күшейт деп отыр. Енді заңды күшейткенде не? Бүйтеді. Егер адам семьяда төбелесте әйелін ұрып өлтіріп қойса, ол қатаң жазаланады әйелді ұрып өлтірген үшін дейді. Сондай бапты күшейтсек дейді, анау азаяды дейді. Енді сіздер өздеріңіз семьяда талай тәжірибе жинадыңыздар, үйлеріңізде талай ұрыс керіс, мүмкін таяқ жеген де шығарсыздар, мен білмеймін енді оны. Сондай ұрыс керіс вспышка болған кезде қалай ойлайсыздар? Күйеулеріңіз ұрысатын кезде статьяға қарап ұрсасыздар ма мысалы? Қазір тұратырмын, маған қандай жаза қолданады? Айқай-шу төбелес басталған кезде сен қылмыстық кодексті оқып тұрмайсың, қолында қандай зат бар, сонымен жібересің. Мен жіберіп көрген жоқ, бірақ бар деп естимін. Сондықтан ондай конфликтілердің бәрін алдын алатын, ана ұстап тұратын заттың бәрін, тежегіштердің бәрін, көкіректегі ұстап тұратын заттың бәрін идеяларды сол трансцендентті құндылықтар деп айтатын себебі сол. Кішкентай кезінде 5 жырынан бастап құйып мектепке барған кезінде болды. Сен 7 жасар балаға ғылым игергеннен бастап жұмыс қалмау керек. Сен оған үйретіп отырмайсың, ол автомат түрде өзі біліп тұру керек ана жерде. Түсініңіздер ғой, иә? Сондықтан да мана момышұлының да, Қаныш Сәтпаевтың да 8-9 жасында бар.
мектептің бәрін қиратып кете беретін, бәрі бір академик бола беретін себебі бәрі осындай кішкентай кезінде кептік жіберіңдер. Біршама нәрсе выпускать етіп жүрген жоқпыз ба? Адам екі әлемнің азаматы дейді. Біршама нәрсе выпускать етіп жүрген жоқпыз ба деймін. Иә.